Сәлем достар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтынан товар іздеуді және сол товардың бағасын есептеуді үйренеміз. Бірінші жолы ол мына жерде поисковик тұр ғой, сол жерге барып қытайша жазу арқылы, яғни оны ең алдымен біз Google переводчикқа салып іздеп аламыз. Мысалға, кроссовки дейік. Кроссовки дейміз, қытайша жазды, осыны копировать етіп аламыз. Поисковикке қоямыз, вставлять етіп. Бастық. Бізге кроссовкиларды шығарып берді. Осылай іздей берсеңіздер болады. Және үшінші тұрған осы жерді бассаңыздар, бағасы бойынша шығарып береді. Ең арзан бағадан жоғарғы бағаға көтеріле береді. Одан кейін екінші түрі ол, яғни сурет арқылы. Мына жерде камераның белгісі тұр. Сол камераны бассаңыздар, кез келген затты, мысалға, мен мына ойыншықты іздегім келіп тұр. Осы ойыншықты сразу камераға түсіріп, мені сразу шығарып береді сіздерге. Үшіншісін бассаңыздар, тоже ең арзанынан бастап шығарып береді. Және мына жерге қараңыздар, 5-те 3 деп тұр. Бұл жерде, яғни 5 миллион 300 адам алған деген сөз. Осы бірінші тұрған товарды. Осылай іздей бересіздер. Енді осы заттың бағасын есептеп көрейік. Мысалға, осыған кіреміз. Мына жерде мынаны бассаңыздар, бұл жерде отзыв оқысаңыздар болады. Мына качествосын бәрін көре аласыздар. Енді осы заттың бағасын есептейік. Мынаны бассаңыздар, қызылды таңдайсыздар. Қандай түрін? Мысалға, мынаның қасына екінші ойыншық қосып береді екен. Соған қарай бағасы да өзгереді. Мысалға, мен біріншісін құр өзін алып көрейін. 7-те 96. Мына қызыл басқан кезде 7-те 96 юань болып шықты. Осыны жазып көрейік. Googleға юань теңге деп жазып аласыздар. 7-те 96 деп жазсаңыздар, 530 теңге тұрады екен жаңағы ойыншық. Осы басқа заттардың да бағасын осылай есептесеңіздер болады.